Абдыкеримов Манас айту бағыты бойынша сыйламақшы. Алышында алқыш парағы менен Айдана Абдиманнаева сыйланат Манас айту бағыты бойынша. Министріміздің алқыш парағы менен ақындық өнерін тартулыған Мырзали Жороевқа тапшырылады. Алышында диплом менен өзінің мықты талантын тартулыған Қасимов Алиқыл Хайдарқұловичке тапшырылады. Алышында диплом менен Аккорд тобы Лейлек районының таланттары сыйланмақшы. Министрліктен алқыш парағы менен ақындық өнерін тартулаған Искендер Манаповқа тапшырылады. Искендер Манапов. Алышында диплом менен өзінің мықты талантын тартулағандығы үшін Зарылбек оğlu Талғат сыйланады. Үч күн бойы өз өнерлерін тартулаған дағы бер таланттардың қатарында Өмірзақов Бегмат сыйланады. Қол жағып тұралық. Кейінгі диплом менен Исақова Надира Бегим сыйланады. Құрметті меймандар, қол жағып тұралық. Алышында диплом менен кейінгі талантымыз Қаныбек қызы Нұрайым сыйланады. Өздерінің өзгөчө өнерін тартулаған Қуаныш Нажмеддинов жана Айжамал Нишанбаева сыйланады. Алышында диплом менен Апаз Жайнақов атындағы Баткен областық музыкалық драма театр сыйланады. Мама Жамалдович келіп қойыңыз. Алқышқа бөліп қол жағып тұралық, сыйлығыңыздар бұт болсын. Алышында диплом менен Қаламбек Баккамов жана Парихан Момуновалар сыйланады. Кейінгі диплом менен Маматова Асел сыйланады. Мынау жыл үч күн içinde дағыда талантын тартулаған Улуу Мурас этнографиялық фольклордық ансамблі сыйланады. Жетекші келіп қойыңыздар. Кейінгі алқыш парағы менен Жамалова Бурмагүл сыйланады. Жамалова Бурмагүл. Қол жағып тұралы, қолдап тұралы, құрметті меймандар, майрамдық манайды көтеріңкі болып.
Дал ушундай диплом менен кийинки катышуучубуз Карим Дыйканов сыйланат. Карим Дыйканов.